Сәлем, күзгі көңіл күйлеріңіз қалай? Екі аптада сіздерге айтар жағымды жаңалықтарым жиналып қалыпты. Ендеше менің еншімде 60 секунд. Жастар инфо, біз бастаймыз. ТМД-дағы TikTok платформасында ең көп 30 миллион оқырманы бар Хамяк лақабатымен белгілі Алина Ким комеди клабқа қонаққа шақырылды. Ол Марина Кравец, Гарри Харламов және де Павел Волямен TikTok түсіру мүмкіндігін де жібере алмады. Бәрекелді Алина, подписчиктеріңіз миллионда өсе берсін. Біздің халықтың сүйікті маркасы Apple компаниясы iPhone 13-тің тұсаукесерін өткізді. Жаңа телефонымыздың жадысы 1 терабайтқа дейін үлкейтілген. Жаңа кредиттарыңыз құтты болсын. Юрий Дудь өші түсіру үшін тағы да Қазақстанға келді. Жаңа бағдарламаны ресейлік блогер өз бағдарламасының қонағы саяхатшы Руслан Усачевпен Каспий теңізінің жағалауында түсірген. Қазақстанның табиғаты көпті мойындатып жатқаны бізді де қуантады. Семейден келген оқытушы Асхат Жұмабеков Global Teacher Prize халықаралық сыйлық аясында әлемдік топ 50 мұғалімнің қатарына кіріп отыр. То, что вы увидели, называется мем. Ол Семейдегі Назарбаев зияткерлік мектебінде физика пәнінен сабақ береді. Осындай жақсы жаңалықтарымыз көп болғай. Сіздермен бірге болған Хан Алтынай, Жастар инфо, келесі кездескенше.